Саламатсыздарбы окуучулар. Улуу данышпан акын Абай Кунанбаев бир кавымды көрсеңиз, ондай болмак кайда деп айтпак оны сүйсеңиз деген экен. Окуучулар, баары да сиздердин колдоруңуздан келет. Үнемі изденисте болуңуздар демек. Математика 5 сынып сабактын такырыбы дұрыс және бұрыс жай бөлшектер. Сабактын максаты дұрыс және бұрыс бөлшектерди ажыратуу, натурал санды бұрыс бөлшек түрүндө жаза билүү. Мына даярлык тапсырмадагы бөлшектердин ичинен алымы бөлүмү кичи бөлшектерди жазайык. Ол 5-тен 2, 3-тен 2, 9-дан 5. Алымы бөлүмүнөн үлкен немесе тең бөлшектерди жазайык. Ол 4-тен 5, 7-ден 7, 8-ден 11. Осыдан окуучулар бөлшектердин эки түрү бар экенин байкауга болот. Мына суретте, биринчи суретте бәліш 8 бөлүккө бөлүнгөн 3 бөлүгү табакчага салынган. Яғни 8-ден 3 бөлүгү табакчада салынган. Бәліш 8 бөлүккө бөлүнгөн 8 бөлүгү де табакчага салынган. 8-ден 8 бөлүгү табакчада тур. Келесі суретте екі бәліштің әр кайсы 8 бөлүккө бөлүнгөн, табакчага 11 бөлүгү салынган. 8-ден 11 бөлүгү табакчада тур. Осы мисалдарда алымы бөлүмүнөн кичи бөлшек кайсы? 8-ден 3. Алымы бөлүмүнө тең бөлшек 8-ден 8. Алымы бөлүмүнөн үлкен бөлшек ол әрине 8-ден 11. Жай бөлшектің алымы бөлүмүнөн кичи болуу мүмкүн, оған тең болуу мүмкүн, немесе бөлүмүнөн үлкен болуу мүмкүн. Эгер бөлшектің алымы бөлүмүнөн кичи болса, онда бөлшек дұрыс бөлшек деп аталат. Мисалы, 3-тен 2, 9-дан 4, 10-дан 3, 8-ден 7 дұрыс бөлшектер. Себеби мында алымында жазылган сандар барлыгы да бөлүмүнөн кичи болуп тур. Дұрыс бөлшек әр вакытта бірден кичи болот. Соны ескериңиздер. Егер бөлшектің алымы бөлүмүнө тең немесе одан үлкен болса, онда бөлшек бұрыс бөлшек деп аталат. 5-тен 5, 6-тан 11, 8-ден 12, 12-ден 23, 45-тен 45 бұрыс бөлшектер. Мына бөлшектердин алымы бөлүмүнө тең болуп тур, немесе алымы бөлүмүнөн үлкен болуп тур. Сондуктан бұрыс бөлшек бірге тең, немесе бірден үлкен болуп алат. Соны ескериңиздер. Мына есепти ауызша чыгара коюңуздар. Биринчи есепте кайсы бұрыс бөлшек, кайсы дұрыс бөлшек. 6-тан 1, 10-нан 3, 11-ден 5, 25-тен 9 ол дұрыс бөлшек. 3-тен 8, 8-ден 8, 56-тан 56, 6-тан 15, 8-ден 30 бұрыс бөлшек. Экинчи есепте бөлүндүлөр бөлүнгөн бөлшектерди жаза коюу керек. Дұрыс бөлшек кайсы, бұрыс бөлшек кайсы. Соны бөлек ажыратып жазуу керек. 5-тен 4, 3-тен 1, 5-тен 3 дұрыс бөлшек. 5-тен 6, 2-ден 9, 7-ден 12 бұрыс бөлшек. Мына берилген натурал санды бұрыс бөлшек түрүндө жазайык. 4 санын натурал сан 1-ден 4 деп бұрыс бөлшек түрүндө жазууга болот. 4-ті тағы да 6-тан 24 деп бұрыс бөлшек түрүндө жазууга болот. 4 натурал санын бөлүмүн 8 кылып 8-ден 32 деп бұрыс бөлшек түрүндө жазууга болот. 4-ті 15-тен 60 деп те жазууга болот. Енді бөлүмү 1, 4, 6, 10 болатын бөлшек түрүндө жазыңдар. 8 натурал санын бұрыс бөлшек түрүндө жазуу керексиздер. Бөлүмү 1 болгондо кандай бұрыс бөлшек болот? 1-ден 8. Бөлүмү 4 болса, кандай бұрыс бөлшек түрүндө жазууга болот? 8 натурал сан 4-тен 32. 8 натурал сан бөлүмү 6 болса, кандай бұрыс бөлшек түрүндө жазууга болот?
6'dan 48. 8 натурал санын бұрыс бөлшек түрінде жазайық. Бөлімі 10 болсын. 10'dan 80. Бәрекелді оқушылар. Келесі тапсырмаға көшейік. Оқулықпен жұмыс. Алдамұратова математика 5 сынып 1-ші бөлім. 400-ші есеп, 404-ші есепті дәптерлеріңізді ашып орындай қойыңыздар. 400-ші есепте x-тің орнына натурал сандар қойғанда бөлшегіміз дұрыс болу керек. Екіншісінде y-тің орнына натурал сандар қойғанда бөлшегіміз бұрыс болу керек. 404-те x-тің орнына сандарды қойып, дұрыс бөлшек түрінде жазу керексіздер. Тапсырманы тексере қояйық. 3-тен 1, 3-тен 2, 5-тен 1, 5-тен 2, 5-тен 3, 5-тен 4 деген дұрыс бөлшектер алынды. Біріншісінде, екіншісінде 1-ден 4, 2-ден 4, 3-тен 4, 4-тен 4, 1-ден 5, 2-ден 5, 3-тен 5, 4-тен 5, 5-тен 5 деген дұрыс бөлшектер алынды. 404-те 8 дециметр 10-нан 8 метр, 118 дециметр 10-нан 118 метр, 720 грамм 1000-нан 720 килограмм, 1635 килограмм 1000-нан 1635 тонна, 2 минут 60-тан 2 сағат, 90 секунд 60-тан 90 минут. Осы есепте дұрыс бөлшектер қайсысы? Ол әрине 10-нан 8, 1000-нан 720, 60-тан 2. Бұрыс бөлшектер 10-нан 118, 1000-нан 1635, 60-тан 90. Жақсы оқушылар, онда үйге тапсырма алайық. Осы оқулықтан 401-403 есеп